Өте нәзік әрі дәмді алма рулетін жасаймыз. Ол үшін ең алдымен алмамызды жуып тазалап, төрт бүріштеп турап, табамызға саламыз. Шекерімізді және бір лимон шырынын қосып, 5-7 минуттай пісіреміз. Кейін жүгері крахмалын қосып, 1-2 минут қоюланғанша ұстаймыз. Кейін дайындап қойған табамызға салып, жайып шығамыз. Ол суығанша жұмыртқаның ағуызына 1 шымшым тұз қосып, көп біргенше араластырамыз. Және шекерімізді аз-аздан қосып отырып араластырып, кейін жұмыртқаның сарыуызын дәл осылай бір-бірден қосып отырамыз. Кейін сұйық майымызды қосып, жақсылап бір араластырып алып, нан қопсытқышты ұнға қосып араластырып, аз-аздан салып отырамыз. Осымен қоспамыз дайын. Суып тұрған алмамыздың үстіне корицаны тегістеп шашып шығамыз. Кейін қоспамызды қосып, тегістеп 180 градус пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Кішкене суығаннан кейін дәл осылай түсіріп алып, қағазын алып суытамыз. Ол суығанша арасына жағатын кремді дайындаймыз. Оған сливкиге қант ұнтағын қосып, творожный сырды қосып, миксердің бар жылдамдығымен қоюланғанша араластырып, дайын болған кремді суып тұрған осы қоспамыздың үстіне тегістеп жағып, қолыңызда қандай жаңғақ түрі барса оны сеуіп шығып, менде фисташки жаңғағы, осылай қысыңқырап орап 1-2 сағатқа қалдырамыз. Дайын болған рулетіңізді осындай қант ұнтағын сеуіп әсемдеп ұсынсаңыз болады.